Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез дайындалатын морковь по-корейски салатын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап көріңіздер, және де ең алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен сәбізімізді осылай теркадан ұзын етіп өткіземіз. Өткізіп болған соң бір чеснок, яғни сарымсағымызды қосамыз. Және де дәміне қарай кішкене ғана тұз сеуіп, жақсылап сәбізімізді осылай мыжып өлтіріп аламыз. Қызыл бұрыш себеміз. Сіздер егерде ащы болғанын қаласаңыздар, көбірек қоссаңыздар болады. Кішкене ғана май қосамыз, сұйық май. Сосын чим-чим, арнайы сәбіз салатқа арналған чим-чимді қосып, жақсылап араластырамыз. Кішкене ғана уксус қосамыз, бір тамшы 70% болса, бір ғана тамшы жетеді. Осымен салатымыз дайын, әрі оңай, өте дәмді салат. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.